Сәлеметсіздер ме? Мен Төлеген Айберген атындағы номері 19 мектеп гимназиясының 9 сынып оқушысы Талғат Альфия. Бүгінгі қорғайтын жобамның тақырыбы эко-өмір, мектептегі эко-сананы қалыптастыру және волонтерлік қозғалысын құру. Жобамның өзектілігі қазіргі таңда Қазақстандағы мектептерде экологиялық мәдениет толық дамымаған. Оқушылардың қоршаған ортаға деген жауапкершілігі толық қалыптаспай келеді. Қалдықтардың дұрыс сұрыпталмауы, табиғатқа немқұрайлы қарау, су мен энергияны үнемдемеу барлығы қоғамның экологиялық сауаттылығының жетіспегендігінің белгісі болып табылады. Осы тұрғыда мектеп оқушылары арасында эко-сананы қалыптастыру, болашақ ұрпаққа табиғатты қорғау мен жауапкершілікпен қарауына негіз болады. Бұл жоба ауылдық және шағын қалалардағы мектептер үшін ерекше маңызды, себебі бұл экологиялық тәрбие жұмыстары жиі ескерілмей жатады. Жобаның мақсатты тобы мектеп оқушылары, ата-аналар мен мұғалімдер, экотим волонтерлері және қала тұрғындары. Толығырақ тоқталатын болсақ, мектеп оқушылары 1 мен 11 сынып оқушылар арасындағы 1000 оқушыны қамтиды, ал ата-аналар мен мұғалімдерге арналған бағдарламалар 150-ге жуық ата-ана мен мұғалімді қамтиды, ал волонтерлер саны 20-дан астам болып келеді. Қала тұрғындары жанама айтқанда 500 мыңнан астам. Әлеуметтік желілерде және қоғамдық іс-шаралардағы ақпараттық науқандар арқылы қала тұрғындарын жанама түрде қамтиды. Жоба аясында жүзеге асырылатын іс-шаралардың тізімі: эко-өмір клубын құру, экотим волонтерлік тобын қалыптастыру, мектеп ішінде сұрыптау жәшіктерін орнату, пластик, қағаз, қақпақ және тағы да басқалар, эко-қабырға орналастыру, ақпараттық эко-стендер, мектеп ауласын көгалдандыру, эко-сағаттар, квест, эко-челлендждер орнату, Инстаграм парақшасында экологиялық туралы білім тарату, сертификаттармен марапаттау шарасы, жобаның қорытындылау және келесі жылы жалғастыру. Сандық нәтижелер: 2024-2025 жылдар арасында эко-челлендж нәтижесінде 8 кг қақпақ пен 412 кг макулатура эко-вест автау мекемесіне тапсырылды. Мектеп дәліздерінде көлемі 100 литр болатын 6 жәшік, 50 литр болатын 3 жәшік қойылды. 2025 жылдың қыркүйек айында экотим еріктілер тобы құрылып 26 оқушы жұмыс жасайды. 24 сыныпқа 24-25 оқушыдан эко-челлендждер мен эко-сабақтар туралы түсінік жұмыстары жүргізілді. 20 бастауыш сыныбына экотим еріктілер тобымен бірге эко-сабақтар, эко-әдеттер, жануарларды қорғау, қалдықсыз өмір, жасыл Қазақстан туралы жүргізілді. Әлеуметтік желіде 182 жазылым, қаралым саны 18300, тарихи шығарылым 34, жарияланым 49. Сапалық нәтижелері: адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының бағыттары көрініс тауып, эко-сауаттылық әдебін қалыптастырудың алгоритмі нақты тәжірибеге енді. Оқушылардың экологиялық ойлау және жауапкершілік деңгейі артты. Жасанды интеллект құралдары арқылы оқушылардың креативтілігі мен цифрлық сауаттылығы артты. Мектептің экологиялық мәдени ортасы нығайды. Жоба аясында осындай эко-әдеттерге арналған трекерлер дайындалып, бастауыш сыныптарға таратылды. Жоба аясындағы жүзеге асырылған іс-шаралар: мектеп деңгейінде эко-өмір жобасы енгізілді, экотим еріктілер тобы құрылды және медиа жобалар мен әлеуметтік белсенділік күшейді. Мектепте қоқыс сұрыптау жәшіктері қойылды, мектепте эко-бұрыш жасалды және жасанды интеллект құралы арқылы эко-әдеттер туралы қысқа мерзімді мультфильм түсірілді. Экология болашақтың дауысы атты дебат турнирі, Орта Азиялық тасбақа бұрышы және эко-еріктілер көшеттер отырғызды. Эко-сабақтар, эко-акциялар хабарлануы және дармарка жәрмеңкесі. Эко-өмір жобасы аясында болып жатқан шаралармен және өткізілген жұмыстардың барлығын біздің инста парақшамыз эко-өмір 19 парақшасынан қарай аласыздар. Біз экологиялық сананы арттыруға және волонтерлік қозғалысты дамытуға бағытталған эко-өмір жобасы арқылы мектептерде жаңа жасыл болашақты құрамыз. Біз бірге әрбір оқушыны табиғат қорғаушысына айналдырамыз. Бұл жобаны біз облыс және бүкіл қала мектептеріне ұсынамыз.